Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Үстел үстінде сорпа суып қалды. Ешкім тамаққа қол тигізбеді. Екі орындық бос тұрды. Шынымен енді олар мәңгі бос болады ма? Мұның бәрі мағынасыз. Біз эскимостардың арасында 30 жыл еңбек етіп, оларға Иса туралы айтып келеміз. Бірақ олар әлі де оған сенбейді. Олардың жүректері мұз сияқты. Ал енді бұл апат. Қазір 2 елші қызметші мен 3 эскимос мұздың үстінде кетіп бара жатыр. Және оларға күшті толқындар жақындап қалғанын олар білмейді. Олар өледі. Ал мына шаман бізді мазақ етіп күлетін болады. Берілмейік, біз дұға етейік. Иса қаласа бізді құтқара алады. Оған көктегі және жердегі барлық билік берілген. Мұхит шайқалып жатқанда олар дұға етті. Күшті толқындар мұзды жарып жіберді. Шана үстіндегі эскимостар қатты айғайлады. Мұз жарылып жатыр. Біз қазір өлеміз. Иттерді босат. Олар өздеріне жол тапсын. Алға, қауіпсіз жағаға. Иттер қаша жөнелді. Жарылған мұздың ішінен су атқылап шықты. Алдарынан сынған мұз кесектері ұшып құлап, олардың жолын бөгеді. Олар қиналып, әйтеуір жартастарға жетті. Олардың шанасы аспан мен судың арасында ілулі тұрды. Иттер ары қарай жүгіре алмады. Мозес бұрылғанда қорқынышты суретті көрді. Оларға қарай үлкен мұз тасқыны жылжып келе жатты. Егер бұл мұз толқыны оларды тасқа жаншып кетсе, олар аман қалмайды. Мозес Исаны шақырды. Тәңір Иса, бізге көмектес! Төменнен мұз қабаты өте тез көтеріліп, көтергіш сияқты олардың шаналарын көтеріп, оны жағаға лақтырып жіберді. Біз құтқарылдық! Алақай! Содан кейін олардың бағытына екінші биік толқын жақындады. Ол біріншіден де жоғары болды. Киімдерінің бәрі су болып, олар жоғарырақ қауіпсіз жерге көтерілді. Оларға тағы 9 күн бойы үлкен қауіп төніп тұрды. Ал мұз қайтадан қатқанда, ақыры олар үйлеріне қайтты. Құдай оларды құтқарды. Колли оларды алыстан көрді. Куппа, олар келе жатыр. Олар келе жатыр. Кім келе жатыр? Елші қызметшілер. Иса жекпе-жекте жеңіске жетті. Бұл мүмкін емес. 9 күннен кейін, күшті толқындардан кейін ешкім тірі оралмайды. Шаман оларға қауіп туралы ескертпей, оларды қауіпті мұхитта құрып кетуге қалдырды. Бірақ Құдайдың кереметі орын алды. Олар қатты шаршады, бірақ аман есен, ешқандай жарақатсыз оралды. Куппа бұл кереметті мойындап Исаға сенді. Қауымда қуанғаннан біреуі қоңырауларды соқты. Бұл оқиғадан кейін көптеген эскимостар Исаға сенді. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.